Біз өзіміздің сабағымызды келесі мынау page number 31 31-ші бетпен жалғастырамыз. Workbookпен біз алдында progress review мен бастағанбыз, иә. Okay, with exercise number 5. Exercise number 5. Бұл 5-ші тапсырмада бізде present continuous question болып тұр. Нақ осы шақтың сұраулы сөйлемдерімен complete the questions and short answers. Бұл жердегі берілген сөйлемді біз present continuous нақ осы жаққа қойып, және де берілген сұраққа қысқаша жауап береміз. The first, бұл жерде бізде біріншісінде is he getting up now? Бұл жерде енді көмекші етістік is болады, себебі he есімдігі және getting up болады. ING жұрнағын жалғаймыз негізгі етістікке. No, he isn't. Немесе no, he is not деген болады қысқаша жауабы. Okay, next. Are they watching a film about sharks? Жауабы yes, they are. The third. Are we having lunch? Yes, we have. Is she talking about endangered animals? Yes, she is. Бесіншісі. Are you using that dictionary? No, I'm not. Немесе I am not. Okay. Алтыншысы. Is it eating the food? Yes, it is. Жетіншісі. Are the seals swimming in the sea? Yes, they are. Сегізінші. Is the bear hunting for food? No, it is not. Немесе it isn't деген жауап болады. Okay, next. Exercise number 6. Алтыншы тапсырмада бұл жерде phoning a friend деген тақырыпты өткенбіз, естеріңізде болса. Бірақ бұл тақырыпқа байланысты бізде рет-ретімен берілген диалогты араластырып жіберген. Соны нұсқасына қарап мінекей рет-ретімен жазуымыз керек екен. Мінекей бұл жерде мынандай болады. Біріншісі D нұсқасы, яғни Клара бастайды. Hi Alex, it's Clara. D нұсқасы болады. Келесі, одан кейін F Alex. Hello Clara, how are you? Аударып кетейін. Клара айтады, сәлем Алекс. Бұл Клара ғой дейді. F нұсқасында сәлем Клара, қал жағдайың қалай? Үшіншісінде A нұсқасы Клара. Fine, thanks. Жағдайым жақсы, рахмет. Listen, what are you doing at the moment? Тыңдашы, сен қазір не істеп жатырсың? Деп сұрап жатыр. Төртіншісінде E нұсқасы болады Alex. I'm playing tennis in the park. Мен дәл қазір саябақта ойнап жатырмын, теннис ойнап жатырмын. Бесіншісінде бізде G нұсқасы болады Clara. Are you having a good time? Сен жақсы уақыт өткізіп жатыр екенсің ғой, иә, деп. Соң мына жерде алтыншысы C нұсқасы Alex. Yes, it's an interesting match. We can meet later if you want. Иә, мен өте жақсы уақыт өткізіп жатырмын, және де бұл өте қызықты матч болып табылады. Біз, егер де сен қаласаң, біз кейін кездесіп, осындай ойнасақ болады деп тұр. Сонда Клара жауап береді. B нұсқасы. Okay, great. Өте тамаша, керемет. Give me a call. Bye. Соңынан мен саған кейін хабарласамын. Болмаса сен маған хабарлас, сау бол, көріскенше деп жатыр, иә. Окей, бұл тапсырманы істеп болдық. Енді келесі exercise number 7. Бұл жердегі a description of a wildlife photo тақырыбында берілген кестенің ішіндегі сөздерді біз суреттегі қарап, сызықшаның орнына мына жерге мағынасына қарап қоюымыз керек екен. Мінекей, бұл exercise number 7. Мінекей. Okay. This animal in this standing is a Sumatran tiger. Бұл жануар жолбарысы болып табылады. Тұрып тұрған, жүріп тұрған деген мағынада берген. Standing. Here it is photo
near some trees. Бұл жердегі фото, екіншісінде фото болады, талдың қасындағы сурет болып табылады. Үшіншіде maybe is hunting or chasing a small animal. Мүмкін бұл жолбарыс, итс деп тұрғаны жолбарыс, яғни аң аулап жатыр, немесе кішкене ғана жануардың артынан қуалап жүр. Төртіншісінде Sumatran tigers live on the small island of Sumatra in Indonesia. Суматра, жаңағы Суматран жолбарыстары, негізінде бұлар Индонезиядағы Суматра деген аралда, кішкене ғана аралшықта өмір сүреді дейді. Live болады, өмір сүру. Ары they sometimes swim and they like eating fish. Олар кейде жүзеде алады, жүзеді, және де олар өздерінің жағы жейтін тағамдары балық есебінде балықты жей береді дейді. Ары females have 2 or 3 babies called calves every 3 years. Бұл жердегі ұрғашысы, яғни жолбарыстың ұрғашысы әр 3 жыл сайын өз жаңағы екі немесе 3 кішкене ғана жолбарысы дүниеге алып келеді. Мінеки ары Sumatran tigers are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Бұл жердегі Суматра жолбарыстары қызыл кітапқа енген дейді. Себебі, алтыншысы because болады, себебі олар жаңағы жетіншісі инстинкт дедіге жойылып бара жатқанның тізімінде тұр дейді, қауіпте тұр дейді. Окей, келесі. There are only 400 of these tigers now on Sumatra. Қазіргі кезде дейді, Суматрада осы жолбарыстардың 400 ғана түрі бар дейді, қалған. I think it's important to protect these animals. Мен осы жануарларды өте маңызды екені, және де қорғау керек екенін ойлаймын дейді. Мінеки сіздерге осы нәрсені орындадық. Енді осымен сабағымыз аяқталды, құрметті көрермендер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.